Жақыннан бері Жезқазған кең алаңдары қызметкерлерінің ұялы телефондарына жұмыс орнында қауіпсіздік талаптары мен нормаларын сақтаудың маңыздылығы туралы хабарламалар жіберіле бастады. Жоба кең өңдеу кешені басшылығының мұрындық болуымен жүзеге асырылып отыр. Авторлардың ойынша, бұл жұмысшылардың санасына қауіпсіздік талаптарын қадағалау қажеттігін сіңіруге көмектеседі. С июля месяца приходят смс-ки. Шілдеден бастап кісені үйде жақындарын күтіп отыр. Қауіпсіздік мәдениетін қалыптастырып, жұмыс орнын қарап шығу керектігі туралы жазылған СМС ескертулер келе бастады. Что рабочее место надо осмотреть. Хабарламалар автоматтандырылған жүйе арқылы жіберіліп отырады. Әдетте хаттар түске қарай жүктемелер кезде келіп түседі. Жоба ұялы байланыс қызметі провайдерлері арқылы жүзеге асырылып отыр. Орта есеппен күн сайын Қазақмыстың 3 мыңға жоқ жұмысшысы осындай СМС-тер алады. Сонымен қатар мәліметтер базасына енгізілген Жезқазған кеніш алаңы аумағында провайдер қамтитын аймақта жүрген қызметкерлердің бәріне СМС келеді. Как в течение 48 часов мы оповещаем о всех несчастных случаях. Бақытсыз жағдайлар туралы 48 сағаттың ішінде хабар беретініміз сияқты, біз жұмысшыларымыздың өмірі мен тағдырына да қамқорлық жасаймыз. Біз оларға өздерін үйде күтіп отырғанын, жұмысты жазбаша жүктеме алмай жасауға болмайтынын, яғни жұмысшы ұмытуға болмайтын ережелер жайлы ескертіп отыратын хабарламалар жібереміз. Без письменных нарядов. То есть это те правила, которые работник не должен никогда забывать. Жобаны ұйымдастырушылардың айтуынша алдағы уақытта бұл Қазақмыс жұмыс істейтін басқа өңірлерде де кеңінен қолданылмақ.